Келіп жеткен әз Наурыз мейрамымыз құтты болсын. Ақ мол болсын, ақтарылған ақ тілектеріңіз орындалсын. Сиыр жылы қазыналы, мерекелі жыл болсын. Орта толсын, қойын қуанышқа кенелсін. Ынтымақ, бірлік ажырамасын. Дендеріңізге саулық, өмірде асқаралы табыстар, игілік, бақыт тілейміз. Ежеден жаңару мен жасампаздықтың бастауы, ырыс пен берекенің арқауы болған әз Наурыз қажырлы еңбектеріңізге толағай табыс әкелсін. Ел тыныш, жұртымыз аман болып, арайлап атқан әрбір таң шат көңіл, бақыт, құт сыйласын. Ұлыс оң, ақ мол, жыл ырысты болсын ағайын. 14 марта в Казахстане празднуется очень теплый и необычный праздник – Кырсу-Айт или Амал. В переводе с казахского языка буквально означает «свидеться» или «встреча». В этот день принято ходить друг к другу в гости и обязательно при этом пожимать руку, произнося «Бережесыны». В такой день наши предки давали нам благословение. Что может быть лучше, чем пожелание? Мы от чистого сердца желаем каждой семье тишины, дружбы, согласия, единства и счастья. I congratulate you on the holiday of Nowruz. I want you to be happy this year. Nowruz is a Kazakh national traditional holiday. On this day, Kazakh New Year. For example, this holiday is a symbol of spring, Renewal celebration of love. Today, many people dress up in national Kazakh various events are held in cities and villages. For example, concerts, the article shows, and national sports traditional dishes are prepared, such as Nowruz Kuzu. I want you to be happy this year and let Nowruz bring only joy to your family. 4 мартта Қазақстанда көрісі күні бейрам итәлі. Көрісі тәжімәті ұчырашу деген анлата. Бұл күні резидентлар бері-берсен язының бұқетпе башлануы белен көтілер, елге тілектар айтылар һәм өлі буынға хәрмәт көрсетілер.